Психологиядағы кайдзен. Көптеген психологтар мен медицина мамандары ауруды туындататын немесе дұрыс қызмет атқармайтын мүшелердің дерт себептерін анықтауға бүкіл өмірін сарп етті. Атақты жазушы психолог Роберт Маурер кайдзен философиясының көмегімен мақсатқа қарыс қадам арқылы жету атты кітабында жауабын жазды. Кез келген өзгеріс, мейлі ол тіпті пайдалы өзгеріс болса да, адам бойында үрей туғызады. Мақсатқа жету үшін радикалды немесе революциялық әдістерді қолдану көбіне көп нәтижесіз қалып жатады. Себебі бұл адамның үрейін ұлғайтып жібереді. Ал кайдзен философиясы стиліндегі қарыс қадам жасау мидың жағымсыз әсерін басып, рационалды ойлау жүйесін қосады және шығармашылық шешімдер қабылдауға итермелейді. Өзгеріс үркітеді. Өзгерістен қашып құтыла алмасақ та, өзгеріс болмашы болса да, яғни өмірлік маңызы бары. Мәселен, дүниеге сәбидің келуі де шошытады. Өзгерістен қорқу мидың қыртысында жазылған. Қорқыныш бой көтергенде шығармашылыққа, жетістікке, өзгеріске кесірін тигізеді. Эволюциялық көзқарас бойынша ми адам организміндегі өте ерекше мүше. Басқа мүшелер, жүрек, бауыр, іш құрылысы, басқасы өте жақсы дамыған. Сондықтан миллиондаған жылдар бойы өзгермеген. Ал ми үздіксіз дамып, күрделі өзгерістерді бастан кешіп отырады екен. Адамдардың миы 3 бөліктен тұрады. 3 бөлік жүздеген миллион жылдарда араға салып, кезек-кезегімен дамып отырған. Саналы жаратылыс ретінде адамның басты міндеттерінің бірі сол 3 бөліктің арасында үйлесім орнату. Сонда тән мен жан үндестікте өмір сүреді. Мидың өзегінде рептилді ми деп аталатын ми қатпары бар. Ол шын мәнінде қолтырауынның миына ұқсайды. Шамамен 500 жыл бұрын қалыптасқан. Рептилді ми күн сайын таңертең оятады, түнде ұйықтауға жатқызады. Жүректі соқтырып тұрғанда сол. Оны сыртынан өте күрделі, көмкерме лимбикалық жүйесі қаптап тұрады. Ол сүтқоректінің миын еске түсіреді. 300 миллион жыл бұрын осындай ми барлық сүтқоректілерге тән болған. Көмкерме ми жүйесі тәннің температурасын тиянақтайды, көңіл күйге жауапты, қауіпті жағдайларда тез қосылатын, шабуылда немесе қаш деген реакцияны басқарады. Мидың 3-ші бөлігі неокортекс. 100 миллион жыл бойы бұрын дами бастаған ми қатпары. Мидың сыртқы қабығы адам болу деген ғажапқа жауап беретін бөлік. Өркениет, көркемөнер, ғылым мен музыка бәрі де осыдан бастап пайда болған. Дәл осы қатпарда рационалды ойлар пайда болып, шығармашылық импульстар өріс жаяды. Осы 3 милы өскін үнемі қалыпты қызмет көрсете бермейді. Рационалды ми салмақ тастау керек дейді. Ал біз отырғанда тәтті тоқашты жеп тауысамыз. Бір түйткілдің шығармашылық шешімін табуды көздейміз. Ал санамыз тап-таза, теп-тегіс, қазір құйылған бетон секілді жылтырап тұрады. Бәлкім тесттен қорқатын кезді бастан кешірген боларсыз. Сіз үшін сол емтихан маңызды болған сайын, нәтижесі өміріңізге соншалықты әсерлі болатынын сезген сайын, тесттен соғұрлым қаттырақ қорқа бересіз. Содан соң зейін қою қиындай береді. Кеше ғана 5 саусақтай білген жауаптар желге ұшып кеткендей. Яғни зор мақсат қорқынышқа апарады, қорқыныш мидың қатпарына енуін қиындайды және барлығы жиналып сәтсіздікке алып келеді. Ал кішкентай мақсат қорқынышты сейілтеді, ол ми қатпарының қатысуына және жетістікке алып барады. Кейбір жол болғыштар қорқынышты басқа сезімге, шабытқа айналдырып, бұл мәселені шешіп жатады. Қорқыныш үрейлі болған сайын шабыт та зорайып, адам табанды әрі еңбекқор бола түседі. Бәлкім таныстарыңыздың арасында осындай адамдарды білетін де шығарсыз. Басына қиындық түскенде олар шынтап өмір сүре бастайды. Алайда көпшілік үшін зор мақсат деген үлкен қорқыныш тудырады. Арыстаннан қашқан ата-бабаларымыздай бүгінгінің арыстаны тест деп аталатын бір жапырақ қағаз, не артық салмақ, өмірлік серігін іздеу, өнім сатылымын ұлғайту деген сияқты. Шығармашылық ойлау мен табанды әрекет дәл қажет кезінде ұшты-күйлі жоқ болып кетеді. Сәтсіздік бәрінде ақылға салып жаңадан бастауға берілетін мүмкіндік. Генри Форд. Кайдзен философиясындағы қарыс қадам жасау әдеті мидағы қорқынышты қулықпен жеңуді білдіреді.
Жылдар бойы бизнесмен болудан немесе кәсіби жетістікке жетуден қорқатыныңызды түсінудің орнына кайдзенді қолданып көріңіз де қорқынышыңызды айналып өтіңіз. Тез қол жеткізетін ұсақ мақсаттар, мысалы ешқашан жиналмайтын жұмыс үстелінде тек бір папка қағаз ұстау, мидағы үрейді айналып өтіп, қорқынышты қосуға уақыт қалдырмайды. Қарыс қадам жасау әдетін қолдану арқылы мидың жұмысын ретке келтіруге болады. Сонда ми келе жатқан өзгерістің бәріне бағдарламалық қамтуды орнатады. Жаңадан жүйке талшықтарын тірілтіп, жаңа әдеттерді сіңіреді. Біраз уақыттан кейін өзгеріске деген қарсылық әлсірей береді. Егер бұрын өзгеріс туралы бір ойдың өзі алапат үрей туғызса, жаңа ми бағдарламасы бұрын армандауға қорыққан өз мақсатыңызға қарыс қадам жасай отырып жылдам жүзеге асыруға көмектеседі. Кайдзен сәтті өзгерістің стратегиясы немесе белгілі бір әдетті игеріп кету ғана емес. Бұл философиялық ұстанымдар жүйесі. Кайдзен адамның рухани әлемінің екі қырында да басты рөл ойнайды. Адал қызмет пен алғыс айту. Алғыс айту көбіне рухани толысу немесе мақсатшыл болу элементі ретінде қабылданады. Не үшін алғыс айта аламыз? Инновациялар қаржы пайдасын көздеп мансапта өсуді, материалдық құндылықтардың көбеюін қамтамасыз етеді. Алғыс айтуға лайықты осы емес пе? Алайда кайдзен бізге денсаулық үшін, тыныс алғанымыз үшін, досыңызбен немесе әріптесіңізбен бірге өткізген уақытыңыздың үшін алғыс айтуды үйретеді. Кайдзен сарапшылары мен психология мамандарының пікірі бойынша, үлкен мақсаттар қойып бірден зор әрекетті жоспарлау іштей үлкен қорқыныш тудырады. Бірақ мақсаттарыңызды қарыс қадамнан бастап іске асырсаңыз, мидың қабылдауы, шығармашылық ойлау бір жүйеге түседі екен. Кайдзен қорқынышты өздігінше жеңуге көмектеседі. Қорыққан кезде баяғыда қалыптасып қалған ми не қаш дейді, не шабуыл жаса деп белгі береді. Шындығын айтқанда бұл жақсы тәжірибе еместігі рас. Адам миы өзгеріске қарсы тұратындай етіп бағдарланған. Алайда қарыс қадам жасай отырып, адам жүйке жүйесін тиімді түрде өзгертеді. Сонда ми мынадай қызметтерді атқарады. Шығармашылық қызметке қарсы жасалған кедергіні бұзады, қаш не шабуылда деген реакцияны айналып өтеді, мидағы нейрондар арасында жаңа байланыстар орнатады, сонда адам өзгеріс үдерісін оңай қабылдап мақсатқа жылдам жетеді. Қарыс қадам мәселен 3 нота жазу делік жасау кез келген әрекетте мидың қалауын тез қанағаттандырады, күйзелісті жеңілдетеді. Қорқыныш азайған сайын ми жетіліп, шығармашылық танымы белсенді бола бастайды. Егер өмір қорқынышты, үрейлі бола бастаса, біз шешімде бәрібір таныс, табылу оңай жерден іздейміз. Табылуы тиіс, бірақ күрделі, қолайсыз жерден шешім іздей қоймаймыз. Осының салдарынан жалғызілікті адам қарым-қатынас бастау қорқынышынан жұмысын ауыстыруға немесе басқа жерге көшуге әзір тұрады. Денсаулығына немесе отбасылық кикілжіңге мән бергісі келмеген адамдар жаңа үй сатып алып, басқа қызметпен айналысып, бар ынтасын соған арнайды. Өзін төмен бағалайтын адамдар косметикалық өзгертулер жасауға бейім келеді. Диетаға отырып жаттығу жасауға көшеді. Ол өзінің тұлғалық қасиеттерін саралап, өзіне қойған тым жоғары талаптарды ескергеннен гөрі калорияны есептеп, тағамдық топтарды жаттауға бейім келеді. Егер қорқыныш туатынын алдын ала білсеңіз, онда оған түсіністік танытыңыз. Өзгергіміз келгенде рационалды ойлау біздің әрекетімізді басқара алмай қалатынын ескерген абзал. Бәрі қорқыныштың ырқына бағынып кетеді. Мәселен, соңғы бірнеше апта ішінде жұмысқа ылғи кешігіп қалып жүрсіз делік. Бір күні таңертең тұрасыз да рационалды шешім қабылдайсыз. Бүгін мен жұмысқа қалайда дәл уақытында барамын деп шешесіз. Алайда өзіңіз де бағалап үлгермеген қорқыныш, мысалы тәкаппар әрі билік құмар әріптесіңізбен текетірес, сіздің миыңыздың жұмысына кедергі келтіреді. Ол үйден шықпас бұрын тағы да бір рет кір мәшіңкесіне кір салдыртады, немесе керегі жоқ адамға қоңырау шалдыртады. Дұрыстап ойлансаңыз, қорқыныш сіздің ең ізгі ниетіңізге кедергі келтіруге бейсаналы түрде әсер етеді. Ең мықты адам қорқынышын жеңген адам. Нельсон Мандела. Осындай кең таралған кедергіге бола өзіңізді кінәлі сезінбеңіз, немесе болмашыға бәрін көңіліңіз қалмасын. Жетілу үшін соның бәрін әр адам өз басынан кешіру керек. Конфликт әр адамға тән сезім. Егер адамдар әрбір әрекетін оңай басқаратын болса, бәрі шетінен бақытқа кенелер еді. Сонда газет атаулының бірінші бетінде мүлде басқа тақырыптар жайнап тұрмақ. Қорқыныш адам организмінің ең бір қажетті сезімі екенін естен шығармаңыз. Ол үнемі қауіп бар екенін ескертіп тұрады. Роберт Маурер кайдзен философиясы стиліндегі қарыс қадам арқылы өзгеруіне мына тәсілдерді қолдануға кеңес береді. Бірінші, болмашы сұрақтар қойып отырыңыз. Оларды қою арқылы шығармашылық пен ойын-сауыққа ыңғайлы жағдайды тудырып отырасыз. Өзгелерге болмашы сұрақ қоя отырып,
Бүкіл команданың ортақ мақсатына шығармашылық екпін бересіз. Сауалдарды өзіңізге қоя отырып, өзгеріске бейімдейтін кайдзеннің бағдарламасын жеке дара дамытқан боласыз. Миға жаңа бағдарлама жазудың ең тиімді тәсілі кайдзеннің болмашы сұрақ қоя отырып даму әдісі. Ми сұрақты жақсы көреді. Мынадай тәжірибе жасап көріңіз. Ертең жұмыста немесе басқа жерде қасыңыздағы адамға көлігін қандай түсті көліктің жанына қойып кеткенін сұраңыз. Шамасы досыңыз есімде жоқ деп айтар. Осы сұрақты келесі күні де қойыңыз, сосын тағы да сұраңыз. 4-ші немесе 5-ші күні сұрағанда көлігін қаңтарып жатқанында қазір бір адам қандай көліктің жанына тоқтағанын сұрайтынын ми автоматты түрде ескертеді. Сондықтан қандай түсті көліктің жанына тоқтағанын анықтап қарайды. Бұл нәтижеге қол жеткізгеніміз үшін гиппокампқа алғыс айтамыз. Ол жады механизміне қатысады. Қандай ақпаратты сақтау керек, қайсысын жаңғырту керегін ескеріп отырады. Гиппокамптың басты критерийі қайталау. Сұрақты жиі қоя беру миды соның жауабын іздеуге мәжбүрлейді. Сондықтан өзіңізге пайдалы болмашы сұрақтарды жиі қойыңыз. Сұрақтар жағымды болғаны жөн. Миыңызды шығармашылыққа икемдеп жатқаныңызды ұмытпаңыз. Бір сұрақты ойлап табыңыз да соны үнемі өзіңізге қойыңыз. Бірнеше күн немесе апта бойы қоя беріңіз. Қатал пәрменмен не қатаң талаптармен миды кедергіге ұшыратқанша жай ғана бейімдеп жіберсеңіз, ол керек жауапты өзі-ақ тауып ала қояды. Мидың өнімділігі артады. Мақсатыңыз өзіңіздің жетістігіңізді арттыруға бағытталған шығармашылық идеяны дамыту болса, жауапты тапқан соң тапсырманы орындау оңайға соғады. Егер мақсатыңыз үрейлі, тым күрделі болса, болмашы сұрақ өзгеріске бастайтын бірінші қадам ғана болмақ. Қарыс қадамды жиі жасау адамды жаңа дағдыға бейімдеп, оны қолданудың жағымдылығын дәлелдей түседі. 2-ші ойша мүсіннің құпиясы. Мақсатыңыз қандай болса да, ойша мүсін жасау кайдзен бағдарламасына өтудің тамаша тәсілі болмақ. Кайдзеннің мәнеріне салып ойша мүсін жасауды бірнеше қарыс қадамға бөліңіз. Өзіңіз қорқатын немесе сізге ыңғайсыздық әкелетін тапсырманы бөлектеңіз. Бұл тапсырманы орындауға бір айдай мұрсат беріңіз. Күн сайын ойша мүсінге неше секунд бөле алатыныңызды есептеңіз. Тура секунд бойынша есептеңіз, минут, сағат деп созбаңыз. Жұмсалатын уақыт өте аз болуы керек. Сонда оны орындау күн сайын оңайға түседі. Оның қайталау мен үздіксіз жасалуында үлкен мән бар. Ойша мүсінді сомдауға әзір болғаныңызда жайлы жерге отырып ыңғайлы қалыпқа еніп көзіңізді жұмыңыз. Жайсыз немесе қиын жағдайға тап болғаныңызды елестетіңіз. Сол жағдайға сырттай қараған болыңыз. Не көріп тұрсыз? Айналаңызда не бар? Кім бар? Ол адамдардың түрі қандай, жүзінде не бар, киімі қандай, қимыл қозғалысы нені білдіреді? Енді қалған сезімдерді қосыңыз. Айналаңызда қандай дыбыс, иіс, жұпар, текстура бар? Бір қимыл жасамастан берілген тапсырманы дер кезінде орындадым деп елестетіңіз. Сол сәтте қандай сөздерді қолдандыңыз? Даусыңыз қалай шықты? Құлағыңызға қалай жетті? Қимылдарыңыз қандай? Жағымды әсерлерді елестетіңіз. Егер ойша ел алдында сөз сөйлеп тұрсаңыз, тыңдармандардың алға ентелеп, қатты қызығып, ынта қойып тыңдағанын елестетіңіз. Беріліп тыңдағандардың жылдам қалам алып керек жерін түртіп алып жатқанын байқаңыз. Ойша мүсін салу әдетке айналғанда, осы әдет өзіңізге ұнай бастағанда, бұрын қиын көрінетін жаттығуды оңай бар ықыласыңызбен жасап жатқаныңызды сезетін боласыз. Ал егер шын өмірде нақты әрекет жасауға дайын болмасаңыз, ренжімеңіз. Бұл да қалыпты жайт. Кайдзен үдерісін ешқашан асықтыруға болмайды. Кайдзен өзгеріске табиғи жолмен ыңғайлы қалыпта қол жеткізгенде ғана жемісті болады. Ойша мүсін сомдаудың уақытын ұзартуға болады, бірақ алдындағыдай ұзаққа созып алмай тек 30 секундқа ғана ұзартыңыз. Алдыңғы кезеңді оңай әрі көп күш жұмсамай өткізсеңіз, онда келесі кезеңде жылдамдық пен уақытты ұзартуға әбден болады. Ойша мүсін жасау сабағын өткізбеудің амалын іздесеңіз, немесе ұмытып кете берсеңіз, осы жаттығуға кететін уақытты азайту керек. Ойша мүсін жасауды үйренсеңіз, ал оған күн, апта, тіпті айлар кетуі ықтимал. Ендеше ең жаман сценарийді ойлап, соны ойша жеңіп шығуды елестетіңіз. Мысалы, топ алдына шығып сөз бастаған көсем, айналасындағылардың немқұрайлы жүзін көріп, арттағылардың сыбырласқанын естіп, терлеп тепшіп, қолы дірілдеп кететінін айтады. Осындай жағдайда өзіңізді қалай ұстар едіңіз? Соны елестетіп көріңіз. Маңызды тапсырмаға көшуге дайын екеніңізді сезгенде қарыс қадамнан бастаңыз. Ел алдында сөз сөйлеу сияқты мысалдарды
дамыта отырып бос бөлмеде немесе нақты бір адамнан тұратын аудиторияда дауыстап сөйлеуді меңгеріңіз. Күніне 15 секунд физикалық жаттығу жасаңыз. Содан ләззат алып отырғаныңызды елестетіңіз. Осы елестету әдетке айналғанда уақытын 30 секундқа немесе өзіңіз қалаған уақытқа дейін ұзартыңыз. Осыдан бастап ақырындап келесі кайдзен стратегияға көше аласыз. Оны күн сайын жаттығуға әдеттеніңіз. Кайдзен тәсілдің кез келген секілді ойша мүсін жасау өзгерістің әр сатысында қолданыла береді. Адам ауырып қалғанда немесе күн тәртібі тым тығыз болып кеткенде жақсы көмектеседі. Жетістікке жеткен соң да жаңа дағдыны сіңіру үшін ойша мүсін жасау тәсілін қолдана берсеңіз болады. Үшінші, ашуды басу. Егер өзіңізге үнемі ашуланатын болсаңыз, өзіңізге тым қатал болған немесе сынмен қараған кезіңізді есіңізге түсіріңіз. Өзіңіз қатты сынайтын адамдар өзгеге мейірімін сирек көрсететін болғандықтан, сіз жіберген қателікті жасаған баланы немесе досыңызды жұбатып жатқанда елестетіңіз. Кінәлі адамның өзіңіз жазғырып жатқанын естіңіз. Мен ақымақпын, қолымнан түк келмейді. Мен ешқашан ештеңені дұрыс істей алмаймын деген сөздерді соның аузынан естіңіз. Осы сөздерден кейін оны не деп жұбатқаныңызды естіңіз. Сіз қиналған нәрсе үшін оның да қиналғанын көргенде мейірім мен аяушылық танытыңыз. Оған не істер едіңіз? Қандай сөздер айтасыз? Ұрсып қалған жанмен қарым-қатынасты қайта жандандырғыңыз келсе, алдымен сізді ашуландыратын, қитығыңызға тиетін сол адамды санаңызда елестетіңіз. Сол адам сізге ұнамайтын қылық жасағанын көз алдыңызға әкеліңіз. Ал сіз ашуланбай, сабыр сақтағаныңызды елестетіңіз. Сол сәтте тәніңіз не сезді? Сабырға келді ме? Не айтқыңыз келді? Қандай дауыспен айтқыңыз келді? Сол сәтте денеңіз қандай қалыпқа енді? Көп адамға босаңсу үшін көмектесу қажет. Сізді үнемі ренжітетін, қитығыңызға тиетін бір сценарийді таңдап алыңыз. Мәселен, жол кептелісінде тұру көп адамның жүйкесіне әсер етеді, әсіресе Алматыда. Осындай жағдайға түсіп қалдыңыз делік. Іштей байсалды, сабырлы болып тұрсыз. Бұлшықеттеріңіз өз қалпында, терең тыныстайсыз. Жан-жақтан бәрі бипылдатып өзінің қарсылығын көрсетіп жатыр делік. Өзге көлік жүргізушілеріне сабырмен қарайсыз, бәлкім қолмен ымдап, менің алдыма өт деп қатарыңызға шақырарсыз. Төртінші, болмашы әрекеттер жасап үйреніңіз. Болмашы әрекеттер бұл кайдзен философиясының өзегі негізі. Көбіне күлкілі көрінетін, болымсыз саналатын, жолыңызды жауып тұрған кедергіні қарыс қадам жасай отырып оңай жеңесіз. Асықпай, еш жеріңізді ауыртып алмай, өн бойыңыздан жетістікке деген ынтаңызды оятып, өзгеріске жол ашасыз. Болмашы әрекеттер кайдзен бағдарламаның көпшілігіне іргетас болады. Себебі айқын. Болмашы сұрақтарды қаншалықты уақыт бойы қойып жүргеніңіз маңызды емес. Ертеме кешпе әрекетке көшетін кез келеді. Мейлі жеке тәжірибе жасағыңыз келсе де, мейлі бұрын ұрсып қалған туыспен татуласқыңыз келсе де пайдасы болады. Алайда кайдзен жүйесінде әрекет етіп жатқандықтан алғашқы қадамыңыз өте кішкентай болады. Тіпті кейбір кезде түсініксіз қадамдарға барасыз. Бұл неткен ақымақтық деп те ойлауыңыз мүмкін, бірақ ол қалыпты жағдай. Өмірді өзгертем деп шешсеңіз, әзіл-қалжыңды да ұмытпаған жөн. Кайдзен стиліндегі бірнеше әрекеттер мысалын келтірелік. Мақсат: көп ақша шашуды доғару, кассаға жетпес бұрын арбадан бір затты қайтып қалдырып кету, спортпен шұғылдану. Тік тұрыңыз, жай тұрыңыз. Күнде таңертең жүгіруді бастамас бұрын ең әуелі бірнеше минут жай тікеңізден тік тұрыңыз. Күйзелісті еңсеріп үйреніңіз. Күніне бір рет тәніңіздің мойын, бел, иық, қай жер ауырғанын белгілеп тұрыңыз. Бір рет терең тыныс алыңыз. Үйді таза ұстаңыз. Үйдің бір бұрышын таңдап алыңыз. Таймерді қосыңыз да тазалық орнатуға кірісіңіз. Белгі берілгенше тоқтамаңыз. Шет тілін үйреніңіз. Күн сайын бір сөз үйреніңіз. Тым қиын болса аптасына бір сөз үйреніңіз. Көбірек ұйықтаңыз. Кешке 1 минут ерте жатыңыз, не таңертең төсектен 1 минутқа кеш тұрыңыз. Бейхабар адамға осының бәрі түсініксіз қылықтар болып көрінеді. Алайда өміріңізде үлкен өзгеріс жасағыңыз келсе, бірнеше келі салмақ тастаймын немесе мамандық ауыстырамын десеңіз, ренжіскен адаммен татуласқыңыз келсе, бірақ соған қол жеткізе алмасаңыз, ендеше қарыс қадамның қадірін сол кезде түсінесіз. Бірден ауқымды ықылас таныту қаламаған нәтижеге жеткізуі мүмкін. Мұндай ықылас көп жағдайда алдындағы кедергіні байқамайды. Уақыттың жоқтығын, бюджеттің аздығын, немесе іштей өзгеріске деген қарсылықты толық түсінбей қалуы мүмкін. Радикалды бағдарламалар адамның нақты үрейін немесе іштегі қорқынышы мен күдігін оятады. Менің қолымнан келмей қалса қайтем? Егер мақсатыма жетпесем не болады? Бәрібір бақытсыз боламын ба? Күдіктің бәрі миды сығымдайды.
Ми қорқынышқа күйзеліс гормонын бөлумен жауап қатады. Мақсатқа жеткізетін позитивті энергияны үдетудің орнына шығармашылық ойлауға құлып салынады. Болмашы әрекеттер аз ғана уақыт пен ақшаны талап етеді. Ерік-жігері мықты емес адамдарға да өте оңтайлы келеді. Болмашы әрекеттер мида дастырады. Оған былай деп ойлатады: бұл түкке тұрғысыз әрекет, оны орындау дым емес, алаңдайтын себеп жоқ. Нар тәуекел. Қорқынышты алдағысы келген болмашы әрекеттер мида жаңа әдеттерді қалыптастырады, оның үстіне өте тез қалыптастырады. 5. Уақыт жоқ па, ақша жоқ па? Ендеше кайдзен сіздің өміріңізді гүлдендіреді. Егер айналаңыздағы өмірін өзгерткісі келетін көп адамға ұқсайтын болсаңыз, сіз өзіңізге: бұл мақсатқа қалай жетем? Ақшам да жоқ, бос уақытым да жоқ дерсіз. Бекем болыңыз, қарыс қадам жасау үшін ақы төлеудің қажеті жоқ. Олар көбіне 1 немесе 2 минут алатындықтан кез келген күнтізбе мен кез келген жерде ыңғайлы бола кетеді. Дәлел ретінде кайдзен стиліндегі кейбір болмашы әрекеттерді жасауды атап өтейін. Олар күніне бірнеше минут қана уақытыңызды алады. Қарыс қадамның нәтижесі ұзаққа созылмайтын беді. Кайдзеннің қарыс қадамы өзгерісті тез болдырады. Күн сайын кешке 5 минут бөліп ойыншық жинауыңыз үйдің тазалығын қамтамасыз ететінін көресіз. Мақсатыңыз өзіңізге қарсы болатын таңертеңгі жаттығу болса, әрекет болса, жаман әдеттен, темекі тартудан арылу болса, ендеше қарыс қадам жеткіліксіз екенін өзіңіз де түсінесіз. Алайда осындай қарыс қадам жасау 2-ші, сосын 3-ші қадамға жетелейтінін байқайсыз. Bir күні өзгеріс өздігінен болып қойғанын түсінесіз. Біз түсінбеген соң даурығамыз, айғайға басамыз. Күн сайын 1 минут бөліп мақсатқа жетуге бола ма? Ол мақсатқа мен жылдар бойы жүріп жетемін ғой. Кайдзен стратегиясы адамнан тек төзімді болуды талап етеді. Қарыс қадаммен өзгеріске қарсы тұрған мидағы үрейді табиғи жолмен жеңетіндігіне сену керек дейді. Өзгерістің күнтізбесін қадағалай алмаймыз, мақсатқа да дәл қай кезде жететінімізді дөп басып айта алмаспыз. Мысалы, гитарада ойнауды, көлік жүргізуді, шаңғыда сырғанауды үйренуге қанша уақыт кететінін нақты айту қиын. Біздің ми жіберілген керек ақпаратты сіңіріп, бұйрыққа бағынады деп сенуге мәжбүрміз. Бірде Масааки Имаи атақты сарапшының лекциясына қатысады. Ауырсынған жеріне дәрі үнемі көмектесе бермейді екен. Мұндай кезде қайғыны жеңуге менталды техникалардың көмегі зор. Мәселен, медитация секілді.